мына жақында берген сұхбаттардың бірінде араларыңызда сабақ оқитын тек қана бала деген сіздер. Яғни сіздің оқуыңыз бітті ме, әлде өзіңіз тастадыңыз ба? Оқудан ба шығып кеттім. Өз заявление жазып Қытайға кетерін алдым. Себебі творчестволық жұмысты жақсырақ істегенге үмітпен оқуымды сұрастырдым. Және де сізге тағы бір фанаттардан қойылған сұрақтардың бірі, ой және ойын бағдарламасының афишасында сіздің суретіңізді байқауға болады. Сіз сол бағдарламаның жүргізушісіз бе, әлде қатысушысыз? Бұл жерде мен де қара киініп алам. Мына жерде микрофон бар. Предупреждать етіп қой. Нені күту керек деген шамалы. Ол жерден ба? Мен енді дайын болмадым, енді бір айтсаң, дайын болмадым оған ше. Бір өзінше бір лайын жатқан кезінде. Сен қалай шақырған айтсайшы? Иә, нежданчик болып қалды. Жарғын кетіп қалды. Кешіріңіздер, жарғын кетіп қалды. Кетіп бараттым жолда, таңертең тұрып, бір жұмыстармен біздің ортаға звондап шақырып алды да. Бар деді. Бар деді. Ой мен ойын көріп жатасыздар. Реклама. Ойын мен ойын. Олай болса сұраныс неге дәл сізге түсті, әлде топқа толығымен түсті ме? Біз ұйықтап отырдық ол кезде. Тұра тұр, біз ұйықтап жатқан жоқпыз. Біз ол кезде мен ауылда болдым. Жоқ, Шатастырып біз үйде болған кезде мынау таңертең кетіп бірінші Ол басқа, негізі ол басынан бастап жауап берейік. Негізі былай ғой, Ол мобильный шоу негізі форматты, әр шоудың форматы болады ғой. Кімге келетін әртүрлі былай қарасаңыздар. Бұл балаларға келмейді біз. Екеумізге негізі келеді ол шоудың форматы. Батырға звондаған. Бірінші маған звондаған. Телефон сөндіріп қалған ба? Өшіп қалған. Осын өшіп қалған. Не десем пропущенный тұр екен. Осын тұрсам есі жоқ, есі кетіп қапты. Сен сонда сағат Андай не керек болды да, ол жерде тез арада киініп, тез арада жатса 15 минут, 20 минуттың ішінде сол жерде болып, съемка қылып кету керек болды да сондай. Тез сол кезде. Ұзақ болды деймін. Тез барып. Олай болса, келесі сұрақ бала өзіңізге. Олай маған сұрақ көп қойылмады ғой. Сіз оқу оқып жатырсыз. Болашақта сізде сияқты, зак сияқты оқуыңызды тастап кететін жағдай туындай ма? Туындайды. Ол ондай жағдай туындап қалуы мүмкін, бірақ мен өзіме Айтпай қой, уәде берме. жоқ, уәде берген жоқпын. Енді өзіме бір мақсат қойып отырмын. Соны егер қолымнан қаншақты келеді сол нәрсе, егер мен оқуды бітіре алам ба, соңына дейін екі нәрсені бірге ұстап жүре алам ба деген күнде емес, енді айына бір рет сол ой келіп тұрады басыма. Шайын ба шықпайын ба деп айына бір рет ойланып тұрасың. Бірақ оқу жалғасып жатыр. Әлі бар маған каникул ғой қазір. Сентябрьдан сен оқудан алыстап кетіпсің. Жарайды, сол өзімнің мүмкіндігіме қарап жалғастырам, тырысам, және де өзіме сол мақсатым сол болып отыр. Оқуды бітірсем. Сосын еркін өнермен айналысуға тағы да бір уақыт пайда болады.